баштамасын 35 мың теңгеден бастап. Ет дүкені дегенде көп ойлайды ғой, ет дүкені аппақ стена. Іште бір сезім болған, бизнес жасап, сол бренд керемет ат қоя келді. Мысал дейік та, мен ет бизнесімен айналысқым келеді. Маған нақты үш қандай кеңес бересіз? Ол біздің компанияда жұмыс жасау керек. Или да болмаса да басқа компанияда жұмыс жасау керек. Ет саласымен айналысатын да. Ішкі кухнясын білу керек қой. Ішкі дүниесін білу керек еттің. Ет жұмысы ол алдың істеп кетесің жұмыс емес ол да. Ол ішкі нелерін білу керек. Одан кейін мүмкіндік болса, конечно, шетелге шығып оқу керек. Европаға барып оқу керек, мүмкіндік болса. Ол жаққа барып оқитын қаражатыңыз жетпесе, осы СНГ-де, мысалы, Белорусияға барып оқысаңыз болады. Болмаса, жүдә жәндегідей, не болып жатса, түрк еліне барып оқысаңыз болады да. Оны солай оқу керек та. Дұрыс, өте керемет. Жалпы Нұреке, осы Бекбота компаниясында негізгі атқаратын қызметіңіз қандай? Жалпы қандай процеспен айналысасыз? Сату жағында. Сату жағында, сонда нақты клиент табасыз ғой? Мен клиент табамын да. Осы сіздің компанияңыздың жарнама алаңдары қандай? Қандай алаңдар арқылы сіз клиенттерді шақырасыз? Бізде жарнамада мен жалпы біз жәндегі не дейді, сет ресторан дейді ғой да, қазақша қалай болады да? Дүкендер желісі. Дүкендер желісі, ресторан дүкендер желісі. Сондай біз жалғыз ресторандармен жұмыс жасамаймыз, біз мейрамханалармен. Сет мейрамханалармен жұмыс жасаймыз да. Қазіргі таңда қандай мейрамханалармен тығыз байланыстасыз? Қазір Руми групп бар, Турандот бар, Пармиджано групп бар, Мистер Донерлер бар. Осы қаламызда біз ет береміз, мысалы. Риксосқа береміз да. Көп қой, 50 ресторанға ет береміз. Ет жемейтін қазақ бар ма дейсіз? Жалпы Нұрекеңді сіз осы бизнес саласында жүргеніңізге біраз уақыт болды. Сол салада біраз ағаларыңызбен, біраз жолдастарыңыз бар. Жалпы сіздің ойыңызша Қазақстан нарығында бизнеспен айналысу қаншалықты оңай немесе жеңіл? Бізде оңай ғой бизнеспен айналысу. Бізде бәсеке жоқ қой. Өте төмен ба деңгей? Төмен да. Жастарға осы біздің Қазақстанда бизнес болсын, жеке кәсіп болсын да, өз ісінің маманы болсын, не істесе де, үлкен көрсеткіште жұмыс жасауға, мен өзіміздің жәндегі Қазақстанымызды дамытуға кеңес беретін едім да. Өте керемет. Ол бізде жол ашық, шетелде жұмыс істей алмайды олар барғанмен да. Максимум біреудің қолына барып істейді, ақша көп тапса табатын шығар, бірақ өзіміздің елде де жетіп жатыр ғой да. Нормально. Мүмкіндіктер көп дейсіз ғой, ә? Көп қой, толып жатыр ғой да. Мен бір досым айтпақшы, бір түрік досым бар, айтады, Нұрбол, бізде Қазақстанда ақша деген көшеде шашылып жатыр. Сендерде Қазақстанда ақша деген көшеде шашылып жатыр. Оны просто мынандай спорткамен, не бар ғой, сонымен бүйтіп жинап алу керек деп. Мен айтамын, осы сөзді маған 10 жыл бұрын айтқанда, мен айтамын, не айтып жатырмын, жынды болған. Түсінбейсің ғой да. Қарасаң, оның айтқысы келіп тұрған жол ашық қой кәсіпке. Не істесең де жол ашық қой бізге. Конкуренция жоқ, вообще жоқ бізде. Ашық, жол ашық. Алда істей бер, короче. Нұреке, осы өткен 5 жылдықпен қазіргі Нұрекені салыстырсақ, ойлау деңгейіңіз жалпы қандай? Ойлау деңгейі жалпы адамға жылда қосыла береді ғой. Қосыла береді. Адам көрген сайын, өскен сайын адам өсе береді. Тәжірибе алады. Өсе береді екен деп отыра берудің қажеті жоқ та. Іздену керек, істеу керек, жүру керек, қарау керек. Алдағы компанияның алдағы бір жылда жоспары қандай? Нақты жоспары осы жылдың аяғына дейін 3 дүкен ашамыз. Осы Алматы қаласынан? Осы Алматы қаласынан қазір орталықтан, жәндегі Золотой квадрат деп жатады, орталықтан 2 дүкен ашамыз тағы да. 2 дүкен ашамыз қазір. Екіншісіне дайындық жүріп жатырмыз қазір.
дизайнерлар сызып жатыр ішін. Ремонт бастаймыз осы. Алда қайта бастаймыз. Басқа өңірлерге де бұйыртса алда уақытта жоспар бар ғой, Жоқ, осы жылдық жоспарымыз сол, басқа өңір, осы Шымкент қаласы жақында біздің франшизамызды сатып алды. Ол жігіт және бір ай жүрді. Біз сатқымыз келген жоқ. Бір ай тоқтамай кетті. Күніге обед осы жерде. Амал жоқ, саттық деп. Шымкент алды, қазір Шымкент жасап жатыр. Кеше бір жігіттер келді, Астана қалайық дейді. Енді қарап жатырмыз, бірақ біз Алматыдан шықпаймыз. Шығатын болсақ только франшизамызды алады. Басқаша шықпаймыз. Система қойып береміз, барамыз. Қалай жұмыс жасау керегін үйретеміз. 3 ай басында жүреміз. Сосын болды, кетеміз. Ары қарай өзі жүргізеді. Менің білуімше, шет мемлекеттерде, мәселен Турцияда өте билік өкілі қатты қолдайды екен отандық өнімді. Мысалы, біздің Турциядан келетін Cotton, De-facto деген сияқты киім сататын брендтер бар ғой. Оларға былай айтқанда басқа мемлекетке егер сататын болса, былай айтқанда арендасы дейді ғой, арендасын үкімет өтеп береді екен. Сол сияқты біздің мемлекетте қандай мүмкіндіктер, қандай қолдаулар бар сіздерге? Казнекс деген компания болу керек, ұлттық компания. Ол сол отандық өндірушілерді экспортқа болсын, өзіміздің Қазақстанның ішінде дамуына үлесіне көмектеседі. Жаңағы тек арендаға қатысты емес, выставкалар бар, экспортқа көп сұрақтар бойынша көмектеседі, қаржыландырады. Ол бірақ менің білуімше қағаз жүзінде, өйткені бізде үлкен өндірушілер бар. Солар арқылы кейбір бұрынғыдан қарағанда, бірақ жаймен әйтеуір жай дамып келе жатыр. Бірақ Турцияда мысалы De-facto болсын, Айкеке болсын, Cotton 3 айтып түрік бренді анализ жасағанбыз біз. Қазақстанда, тек Қазақстанның 3 қана бренд 50 миллиардтан астам теңге оборот жасайды. Мен көп байқап жатырмын да, соңғы уақытта сіз әлеуметтік желілерде осы компания, сіздің компанияңыз өте белсенді дамып жатыр. Себебі мен қараймын, отандық жұлдыздар болсын, отандық актерлар болсын, танымал тұлғалардың көбісі сіздің осы киіміңізді былай айтқанда жарнама жасап, өздері қолданып, былай айтқанда әлеуметтік желі арқылы, әсіресе Instagram арқылы өте белсендісіздер. Бұл саламен өзіңіз айналысасыз ба? Бұның қандай құпия сыры бар? Жалпы бөлісіп кетсеңіз. Құпия сыры жоқ шығар. Жалпы қалай жұмыс жасайсыздар әлеуметтік желілерде? Бұл жерде негізі бізге оңай соғады деп ойлаймын, өйткені мүмкін біз білмеймін, солай сәтті адам шығарымыз білмеймін. Бірақ қаншама жұлдыздар болсын, ол кісілерді әрбір адамы мен байқағаным, әрбір қазақтың, әрбір біздің отандасымыздың ішінде патриоттық сезім бар. Жылылық бар, қазаққа деген. Оны көбінесе көп айта алмайды, мысалы, кейде немесе байқатпайды. Білмеймін, сондай бір не бар. Бірақ ішінде, түбірінде сол патриот қолдағысы келіп тұрады, қолдағысы келіп отырады. Өзіміз келіншегіміз екенбіз, түнімен отырамыз, дайындаймыз посттарды, суретке түсіреміз, бәрімен келісеміз, мейкап, фотостудия. Бәрімен келіссөз, мейкап, фотостудия барлығын өздеріңіз процесте өзіңіз боласыз, бас көзінде. Менің ойымша, осы сіздердің компанияларыңыздың осы аз уақыттың ішінде қарқынды дамып кетуіңізге осы әлеуметтік желінің бір себебі бар сияқты, үлкен ықпалы бар сияқты. Жалпы әлеуметтік желі осы соңғы уақытта біздің Қазақстан нарығында қатты дамып, көптеген мамандықтарды, көптеген салаларды, көптеген жұмыс көзін ашып беріп жатыр. Сіздің ойыңызша осы әлеуметтік желілерден жұмыс істеу арқылы көптеген мүмкіндіктер, қандай мүмкіндіктерді біле аласыз? Мысалы әлеуметтік желі арқылы. Кәсіпкерлерге біз өзіміз ақшасыз бастағандықтан әлеуметтік желі ең тиімді, жарнама, ең қолайлы, ең үнемді жарнама, ең керемет. Қазір мысалы үлкен компанияларға, үлкен маркетинг агентстволарға $10,000, $10,000, $20,000, $30,000 проекттер үлкен олардың. Телевидениеға жарнама беретін болсаңыз, оның әсері әлеуметтік мен тек мысалы Инстаграмда отырып, өзімнің тарихымды жазсам, немесе бүгін күнде қайбір қиыншылықты өткенін жазсам, қаншама адам көреді? Ол тегін, қаншама адам көреді, ол қаншама адам бізбен бірге қайғырады, бізбен бірге дамиды. Мысалы, бұлар не істеп жатыр екен, мына қиыншылық болып қалыпты, қалай жеңеді екен деп интрига болады, қызық болады. Сондықтан әлеуметтік желі қазіргі таңда ең жақсы құрал деп есептеймін маркетингке қатысты.
ең керемет құрал. Қазір көбісі қолданады. Жас кәсіпкерлердің маркетингке ақша жұмсамауын айтатын едім. Қазақстанда бизнес жүргізу оңай деп ойлайсыз ба? Өте оңай. Бұл басқа мемлекеттерге қарағанда бізде налог жайлы. 3%, 3% мысалы общеустановленный, 12% НДС, 20% КПН. Басқа мемлекетте ондай жоқ. Мысалы КМД елдерінде ондай жоқ. Сондықтан қазір бізде Қазақстан үлкен жер. мүмкіншіліктер өте көп. Мысалы, ой, сол кезде 2 жыл алдын бастауым керек еді деген сөздер болады да. Мысалы, мен де қазір 2 жыл алдын біз басында сайт жасаған кезде 2013-те сайт деген нәрсе енді кіріп жатыр еді. Именно лендинг пейдж деген. Иә. Лендинг пейдж енді кіріп жатыр еді. Қазір оның технологиялары өзгеріп жатыр. Бәрі тегін бар. YouTube-тен қарайсың, жасайсың. YouTube-тен қарайсың, жасайсың. Google мен YouTube болды бітті. Нұреке, өмірде қандай ісіңізді мақтан көресіз? Қазірге мақтанатын еш нәрсе жоқ. Мен мына қазіргі жеткен жетістігім бәрін мақтаныш деп санамаймын. Менің әлде де алда үлкен жоспарларым бар. Сол жоспарларым бітіргенде мақтана алатын шығармын да. Қазір мақтана алмаймын шыным керек. Бұрын жасаған қандай ісіңізге ұяласыз? Сол кездерде бұрын істеген кезімде сол кезде ұялып қалған шығармын мен да. Бірақ қазір ойласам ұялмаймын мен. Неге ұяласың да? Мысалы, жолда қалада, мысалы біз базарда жұмыс жасап жүрген кезде қалада ресторандар бізге ет заказ беретін. Мен астында өзімнің көлігім жоқ. Осы қаладағы жаңағы автобустар бар ғой, маршрутта қаланың ішінде жүретін. Солармен ет тасыған кездер болды. Сол кезде ұялдым, конечно, етті бүйтіп ұстап. Базардан ет сатып алдыңыз да, автобуспен жеткізіп бердіңіз ба? Иә, автобуспен жеткізіп берді. Соның ішінде енді ұялдым мен, қанша адам маған қарап тұр. Осындай қаптың ішіне қойдың несін салып алғам, етін. Осылай ұстап тұрмын, бәрі маған қарайды, осылай қарайды. Мен сол кезде бір қызарып кішкене ұялғаным бар. Бірақ қазір сол істеген нелерімді осы нәтижеге жетуге себеп болды ғой? Себеп болды, мен дұрыс істеген екен ғой деймін да. Сол істеген қылықтарым бәрі дұрыс қылықтар екен ғой деп ойлаймын да. Өміріңізге қатты әсер еткен бір оқиғаны айтып бересіз ба? Өміріңізді жақсы жаққа өзгерткен, қатты әсер еткен бір оқиға бар ма? Есіңізде қалған? Мен бір үлкен компанияда жұмыс жасадым. Үлкен компанияда жұмыс жасадым. Сол кезде компания иесі тоже етпен айналысады. Қаскелеңде Қошмамет деген ауыл бар. Қаскелең жақта. Сол Қошмаметте үлкен мал кесетін жер бар. Ол ең соңғы, ең осы жаңа технологиямен істелінген не халал сойылады ол жерде малдың бәрі. Сол компанияда мен жұмыс жасадым. Сол жерде Бақытжан Абдрасилов деген кісі бар, үлкен кісі. Мен сол кісіге үлкен алғыстарымды айта аламын. Бір күні бір жерге жұмсады маған. Мына жұмысты бітіріп келші деді, короче. Сонымен жұмысты бітіре алмадым, короче. Бітіре алмадым. Сонымен келдім Бақытжан аға, мен жұмысты бітіре алмадым. Жаңағыдай не істеймін енді деп ше. Сен айтады, Нұрбол, сен қай жақтың жігітсің дейді да. Мен Шымкенттен, осындай Шардарадан, осындай ауылымды айтып жатырмын. Осы жақтың жігітімсің, маған Шымкенттің жігіті болып тұрып, жұмыс бітіре алмадым деген сөз айтпашы дейді да. Ол Шымкенттің жігіттеріне жарасатын әңгіме емес дейді да. Болып бар, басымды ауыртпа. Сылтау айтпай бада істе деді ғой сізге. Басымды ауыртпай, жұмысын бітіріп кел деді. Сол жұмысты мен бітірдім. Бітірдіңіз ғой. Ана кісінің айтқан сөзі қатты тиді, қатты мотивация берді. Мен ойладым сол кезде бітпейтін жұмыс жоқ екен ғой деп ше. Егер шынымен қаласаңыз, бітіруге болады екен ғой. Бітеді ғой, короче. Сен қала болды да, өзің қала, бітті да. Біз не істейміз, ұяламыз. Өз-өзімізді бір төмен санаймыз, Өз-өзіміз төмен санаймыз, кейбір кезде жоғары санаймыз, өзімше болып қаламыз. Или біз бара жатқан адамымыз бізге жәндегідей басқаша болып көрініп тұрады.
өзіңді жеңу керек қой, болды ғой, сөйту керек та. Маған мысалы, ол мысалы кім болады, маған разница жоқ та, мен жүре беремін. Өзім қалаймын, солай жүре беремін, барамын да сөйлесіп кете беремін, маған ешқандай разница жоқ. Сондай да біз өзімізді жеңіп, өзіміздің басымызды көтеріп, вперед қой только. Керемет. Баса беру керек та. Рүстем мырза, келесі сұрақ. Сіз мысалы осы Сабыржан Айрин компаниясын жоқ деп алайық. Егер мысалда енді қандай саламен айналысар едіңіз? Өзім қарапайым халықтың ішінен шыққаннан сол қол жетімді бағада мен масштабпен ойланып көбінесе. Мен мысалы самсаханада ашсам да бір точка емес, қалай соны мысалы сет қылып, көп. Желі қылып жаса, компания ретінде тек бір өзім мысалы самса жасап үйреніп алсам болады. Қолымнан келу де мүмкін. Бірақ масштабын ойлайсыз, масштаб басқа. Ауқымды. Бір самсаханада 1000 теңге тапқанша, оның зерттеп үйреніп, жаңағы ол кәсіпкерлік ол. Команда жинайсың, инвестиция тартасың, жаңағы продукты дұрыстайсың, маркетинг бар, басқасы бар. Сол халыққа пайдасы тиетін жобалармен жұмыс жасайды. Біздің арнаның бір айдары бар да, бүгін дәл қазір деген. Сіз қазір бізді көріп отырған көрермендер бір қаншама жастарымыз бар, сол бүгін дәл қазір жасайтын, оның алдағы уақытта нәтиже алып келетін бір сөзді, істі айта аласыз ба? Шешім қабылдау керек. Бүгін дәл қазір дегенде, бүгін дәл қазір істеу керек. Бүгін дәл қазір шешім қабылдау керек. Дәл қазір шешім қабылдау керек. Сіз өздеріңіздің енді сіздерге қарап айтайын, өзіңіздің өміріңізді соңғы 5 жылда алыңыз. Соңғы 5 жылда қандай жетістіктерге жеттіңіз, қандай өзгерістер болды вообще? Дамып жатсыздар ма, әлде бір келіп жатыр ма? Мысалы 5 жыл алдын табысыңыз қандай, қазіргі табысыңыз қандай? Егер процентном соотношении 5 жыл алдын мысалы 100 000 болып, қазір 200 000 болса, 100%. Енді келесі 5 жылда егер дәл ешнәрсе өзгертпейтін болсаңыз, келесі 5 жылда 100%, 400 000-дай примерно табыс табасыз. Сізге егер ол ыңғайлы болса, окей, бұл жерде сұрақ жоқ. Ал егер ұнамайтын болса, дәл қазір шешім қабылдаңыз, өзгеруіңізге, дамуыңызға. YouTube бар, Google бар, ізденіңіз, оқыңыз, қай саланы бастауды білмесеңіз, 500 кітап оқи алатын бір саланы табыңыз, сол сізге 500 кітап оқи алатын бір тақырып болу керек. Библиотекаға барыңыз, сол жерде кітаптарды қараңыз, бір ай оқып көріңіз. Егер ұнамай жатса, значит, ол сіздің салаңыз емес. 200 пен 500 кітаптың арасында оқи алатын сала болса, қызығатын адам. Сол адамның артықшылығы болады. Ол экспертность. 100 кітаптан кейін уже экспертность болады. Видео, сол тақырыпты видео қарай алатындай, сол тақырыпты кино қарай алатындай тақырыпты іздеңіз. Бітті. Шешім қабылдаңыз дәл қазір. Рүстем мырза, сіз осы салада уже 3-4 жылдан бері тәжірибеңіз бар, сіздің осы өміріңіздің аралығында ең үлкен алған сабағыңыз қандай? Мен енді жаңағы кішкентай кезімнен кедей отбасында өмір сүргенмін. Мен былай не дейді, табысқа жетемін деп ешқандай бір ой болмаған ол кезде. Бізде уақыт та болмаған ол. Біз таңнан тұрып, мен 3 жасымда еңбек ететін, қара жұмыс. Жаңағы полеода картошка егетін едік, мысалы қазан айы дейді, бұл жерде мүмкін көбісі білмейтін шығар қазан айының мағынасын. Қазан айы деген мысалы картоп поля, пияз поля болсын, жаңағы басқа поля, капуста полясы. Ол жерде жаңағы урожайды собирать етеді, поляның хозяйны. Урожай біткеннен соң қазан басталады. Артынан іздеу. Мысалы біз бір шелекті алып алатын едік, кішкентай кезде таңда барып, топырақты қазып, сол картошка кесілген басқа картошкаларды алып үйге алып келетін еді. Сөйтіп қысқа дайындық болатын еді. Солай өмір сүретін еді. Содан соң мен 2015-те жұмыс жақсы бастады. Мен машина ала бастадым. Жаңағы бір жыл шама құтырдым негізі. Солай айтса дұрыс болатын шығар. Ол мен үшін сабақ болды. Сондықтан қазір қарасам, табыс деген, егер өзіңнің еңбегіңді сүйіп істейтін болсаң, табыстың арқасынан қумай. Ол кезде табыс өзі келеді. Сонда негізгі мақсатыңыз осы салаңызды сүйіп жасап, халыққа неғұрлым пайда берсем деген ниет қосдық, иә? Мен сол түсінік жаңа сұраған ең маңызды сабақ. Өйткені бұл өмір келесің, кетесің. Бір ізің қалу керек. Артында бір мысалы компанияның аты мен бір жеке адамның аты разницасы жоқ, айырмашылығы жоқ.
мысалы адамды қалай есте қалады, қандай іс-қимылымен, жаңағы сапасымен, әңгімесімен, жаңағы қарым-қатынасымен, адамгершілігімен, кішіпейілділігімен, сол сияқты компанияны басында. Кішкентай компания бір адам секілді. Оның атауы бар, оның оқиғасы бар. Оқиғасы бар, қалай адамдармен қарым-қатынасы бар, адамдар қалай ол жайлы ойланады. Сол ғана бітті. Сондықтан бәріміздің негізгі өмірдегі жаңағы мақсатымыз басқа адамдарға қызмет жасау. Бітті. Керемет. Басқа адамдарға қызмет жасаған кезде бір нәрсені берсең, сол кезде ол кісілер ризашылығын білдіріп саған кері бір нәрсе қайтарады. Сол ғана сабақтың. Керемет. Сабыржан Айрин компаниясының алдағы бір жылдағы нақты мақсат жоспары қандай? Сол форматта дүкендерді қазір 100 дүкен жоспарымыз бар. Енді сізге енді алдағы уақытта иншалла жасайтын шығармыз, мүмкін. Өйткені мен үлкен жоспар қоямын әрқашанда. Соны ойланып декомпозиция жасаймын кейін. Бұл жылға алдағы бір жылдың ішінде деп айтайын, мен жарты жылдан бері дайындалып келе жатқан, ойланып келе жатқан бір идея, ол 1 миллион футболка жейде. 1 миллион жейдені қалай сата аламын, қалай шығара аламын. Сол 1 миллион, өйткені не үшін 1 миллион? Біздің алдағы 3 жылға жоспарымыз Қазақстанның 10% халқын өзіміздің киіммен қамтамасыз ету. Жаңа 50 миллиард дегенде мен анализ жасаған кезде ішімде ақша үшін емес, бірақ неге біз өзіміз жасай алмаймыз? Жаңа 50 миллиард теңге 3 брендтен алып кетіп отыр деймін ғой. Соның определенный процент неге біз жасай алмаймыз? Сол маған бір челлендж. Сабақ сияқты болды ғой, иә? Сынақ сияқты. Сынақ сияқты. Өзіме бір қолымыздан келеді біздің де. Мысалы 2 жылдың ішінде осындай нәтижеге жеткен болсақ, енді ары қарай да тек сол үлкен жоспарлар невероятно дейді ғой. Соның үшін біз осы жылы қазір франшиза бойынша 25 квадрат форматта франшизамыз тегін. Біз бүкіл мынау осы 2 жылдық, 3 жылдық тәжірибемізді бәрін тегін кәсіпкерлерге береміз. Тегін алады олар? Тегін алады. Тек қана жаңағы продукт сатып алады? Тек біздің киімдерді жаңағы партнердің фирменный магазин ашады, лицензиямен береміз. Әрбір қалада, өңірде, мысалы Корейдің система бойынша 20 мың халқы бар қаладан аша береді Корейде. Қолжетімді бағаларда. Бізде дәл солай система, 100 дүкен ашу жоспарымыз бар. Осы бір жылдықта? Осы бір жылдың ішінде, 100 дүкен, өйткені соған біз дайындалдық. Тегін жаңа айтып өткен бүкіл біздің технологиямыз бар, жаңағы инструкцияларымыз бар, бизнес пакет дайын. Тек киімді алады, біздің партнер серіктес болады и сол дүкенде жүргізу керек. Қазір Қазақстан нарығында сіздердің қанша дүкендеріңіз бар? Қазір таңда 10 дүкен бар. 10 дүкеніңіз бар, 8 қалада. Бізде Алматыда 2 дүкеніміз бар. Біз алдағы уақытта бір-екі айдың ішінде тағы 3 дүкен ашу жоспарымызда бар. Керемет. Ал достар, қазір біз Big Potato компаниясының етінің дәмін көретін боламыз. Көрейік. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум ассалам. Біз осы бір тағамды бір жеп көрсек па деп едік. Қандай етті, қандай стейк ұсына аласыз? Стейктің жалпы атақ шыққан 2 стейк бар, стейк даллас бар, бізде тимон бар, екеуі. Бұлардың кереметтілігі бұл сақталуында. Айырмашылығы қандай екеуінің? Айырмашылығы болғанда мынау сиырдың жалпы қара малдың қабырғасында, екінші қабырғасы мен жетінші қабырғасы аралығында жасалады. Ал мынау омыртқа етте жасалады. Ішінде омфиле болады, сыртта филесі контрфиле деп аталады. Онда осыңыздан беріңіз, дәмін көрейік. Тамашалайық. Керемет таңдау, керемет таңдау. Рахмет. Ал достар, біздің стейкіміз дайын болып қалыпты. Қазір дәмін көреміз, сіздерге айтатын боламын. Өте керемет.
Нұреке, байқап отырсам, сіз көңілді жүретін жансыз да. Оның сыры неде? Енді жылап жүрейін ба деймін да. Кәсіпкер екенмін деп еттеген түрді кейістіріп алып жүруге болмайды ғой, кәсіпкер екенмін деп та. Күліп жүру керек, көңілді жүру керек. Қалай қарасам көбісі думкаға түсіп кетеді, неге думкаға істейді, думкада жүруге болмайды ғой. Күліп, көңілді, ағын, жарқын жүру керек қой адам деген. дұрыс айтасыз. Ас болсын. Рахмет. Мына еттеріңіздің дәмі шын мәнінде көрмеппін бұны. Жақсы ма, шынымен ба? Көрсеңізші дәмі. Пышақпен жей берейін да, біз қасаппыз ғой, үйреніп қалғанбыз. Нұреке, біздің арнамызда бір айдар бар. Бүгін дәл қазір деген. Дәл қазір бастайтын, алдағы уақытта нәтиже көрсететін көрермендерімізге қандай кеңес айта аласыз? Баста ауыртпай істеу керек қой. Шаба берсеңіздер, дегедек. Жұмыс істей беріңіздер. Өз істеріңіздің маманы болыңыздар. Ана тірлікке ақша керек, мына тірлікке анау керек деп, мысалы, біз Бекота компаниясына 1 теңге ақша салмағанбыз, 1 теңге. 0-ден бастағанбыз, 0-ден. Керемет. Сол жақтарын қарастырып, ақшаңыз болмаса да бизнес жасауға болады. Керемет. Так что шаба беріңіздер, достар. Достар, Нұрбол ағамыз бізге осы кітапты сыйға тартса. Мен осы кітапты сіздермен ойнатпақшымын. Ол үшін төмендегі мына аккаунтқа тіркелесіз. Осы YouTube арнамызға төменде комментарияға бүгінгі сұхбаттан алған әсеріңізді, пайдаңызды жазасыз. Кімнің комментариясы ең қызықты болады, сол мына кітапты сыйға алады. Біздің арнаның белсенді оқырмандарына әр шығарылымда сыйлығымыз бар. Бүгін Рүстем мырза оқырмандарымызға бір сыйлық ұсынбақшы. Қандай сыйлық? Каспиевтен негізі сіздерге бір алдын ала өзім алғысымды білдіргім келіп тұр. Кәсіпкер жолы деген бағдарлама жоба, керекті жоба, жастарға керекті жоба. Біз секілді қолымыздан келгенше тәжірибеміз жайлы, ақыл кеңесіміз жайлы бөлісіп отыруға тырысамыз. Белсенді оқырмандарға менің Instagram парақшамызға астында көрсеңіздер, соған тіркеліңіздер және өзіңіздің өміріңізде бір шешім қабылдап, сол өміріңізде өзгерткен кезеңдеріңіз, соның оқиғасы жайлы айтып жазып өтсеңіздер. Осы каналдың кімнің астына, Осы каналдың астына комментарий ретінде әрбір адамда бір сондай поворотный момент дейді ғой, сондай бір болу керек. Сол сізде болған болса, 3 белсенді ең қызық сондай оқиғасын айтқан оқырмандарға 3 жейде біздің үлкен сыйлық. Ал достар, сыйлықты естідіңіздер. Төмендегі аккаунтқа тіркелеміз және ең қызықты оқиғаны жазамыз. 3 адамға сыйлығымыз бар. Достар, арнамыздың екінші шығарылымында көптеген пайдалы ақпараттар алдық. Жалпы көбіміз бір істі бастаудың алдында көп ойланамыз. Сол себепті көп ойланбай бастап кету қажет. Және де әлеуметтік желілердің қазіргі таңда мүмкіншілігі орасан зор. Достар, арнамызға тіркелеміз, лайк басамыз. Әлі алда талай қызықтар болады.